Привет, ребята, сәлем. Мен қазір фазендадамын. И фазендадағы жігіттерге қазір сұрақ қоямын, дайын болыңыздар. Неше жастасыз? Жасым 34-те. 23-те. 19 жастамын. Неге фазенда? Қанымызға сіңген кәсіп біріншіден. Екіншіден ата-бабаларымыз айналысып келе жатқан, одан әкеміз айналысып келе жатқан шаруашылық болғаннан кейін амал который. Неге фазенда? Себебі мал шаруашылығын дамыту, өзімнің малымды өсіру. Неге фазенда? Атамыз, папаларымыз, ағаларымыз бәрі фазендада осы жұмыс деген, мал өсірген, өнген, өскен, қанға берілген деп ойлаймыз өзіміз. Фазендадағы ең жеңіл жұмыс. Ең жеңіл жұмыс жоқ бұл жерде. Ең оңай жұмыс қандай фазендада? Ең оңай жұмыс жылқыға түгендеп келу, жылқыға бару. Фазендада ең оңай жұмыс қандай? Оңай жұмыс жоқ. Ең қиын ауыр жұмыс. Ең қиын ауыр жұмыс деп айтпайын, сезон бар. Ол шөп, малдың азығын дайындау уақыты ғой. Жақсы рахмет. Ең қиыны? Ең қиын жұмыс қыс мезгілінде қойдың қиын ойған. Қиыны? Қиын дегенде бәрі қиын ғой. Ақша оңайшылықпен келмейді.